Біз бүгін топ бойынша да жұмыс істейміз, жеке де және жұптықта. Алдымен топқа бөлініп аламыз. Ақырын келіп, қима қағаздарды ала қойыңдар. Сөйтіп, әркім өзінің тобына сағат тілмен отырамыз. Әр топтың өзінің топ басшысы болады. Және әр топ өзін таныстырып өту керек балалар. Бірінші топ сағат тілмен таныстыра қойып, Таңшолпан. Біздің топтың аты қыркүйек, сентябрь, септембр. Қыркүйек күздің бірінші айы. Қыркүйек мезгілінде шаруашылық жиын-терін жинала бастайды. Егіншілер астығын жинап алады, мал жайлаудан келеді. Қыркүйектің шуақты күндерін мизам шуақ деп атаған. Өте жақсы, қошемет көрсетеміз. Екінші топтың топ басшысы. Айолым, таныстыра ғой. Біздің топтың аты қазан, октябрь, октобр. Қазан 8-ші ай. Күзде пісіп үлгермеген жеміс көкөністер күзде суыққа үсіп, оны қазан ұрды деп атайды. Өте жақсы, қошемет. Үшінші топ, жарқын таныстыра ғой. Біздің топтың аты қараша, ноябрь, новембр. Қараша 9-шы ай. Бұл айда мал семіледі. Қараша айында жер оты азайып, тақырланып күн суый бастайды. Қараша айында суықты қара суық деп айтайды. Екінші сұрағым. Қазақтың басты ақыны кім балалар? Кәне? Аяна. Қазақтың басты ақыны Абай Құнанбаев. Өте жақсы. Абай Құнанбаев балалар. Тағы кім? Өте жақсы. Енді Абай Құнанбаев орыстың қай ақынның өлеңін қазақ тіліне аударған? Мейіржан. Абай Құнанбаев Иман Кирилловтың 13 мысалын қазақ тіліне аударған. Өте жақсы. Абайдың қанша қара сөзі бар? Саят. Абайдың 45 қара сөзі бар. Өте жақсы. Жаңа тақырыбымызбен таныспас бұрын бейнефильмге назар аударамыз. Экранға қараймыз. Жақсы балалар, енді біз бейнефильмнен жылдың қай мезгілін көрдік? Күз мезгілін көрдік. Жақсы, күз мезгілі жайлы өздерінің білетін тақпақтарың бар ма балалар? Қане, кім айтып жібереді? Саят айта ғой. Сап-сары маңай, сап-сары тоғай, соңғы әнін айтып, құс кетті қайтып. Қошемет көрсетеміз. Сабағымыздың мақсаты балалар, әдеби шығарманың өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз бата мәтіннің түрінен анықтау екен. Есімізге түсірейікші қазақ тілден. Мәтіннің неше түрі бар еді? 3 түрі. Айтып жіберейікші. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Жақсы, өте жақсы. Осы мәтіндердің барлық түрі осы күз мәтінде бізде кездеседі. Ары қарай келесі сабағым, яғни қазір сіздерге бірнеше мақал-мәтелдер беремін. Соны әр топта оқып, талдап жіберейік. Ал бірінші топта Таңшолпан оқи ғой. Нөсер алдында найзағай ойнайды. Жақсы. Енді мағынасын қалай түсінеміз балалар? Қарсылас топта жауап беруге болады. Аялым айта ғой. Ата-бабамыз күннің күркіреуіне, құстардың ұшуына қарай ауа райын болжаған. Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Жақсы. Мағынасын кім түсіндіреді? Айқын айта ғой. Өткені көп жеміс болса ағаш түсіп туады. Мысалы, алма ағашы көп алма туса, оның бұтағы жерге төмен туады. Келесі топ басшысы. Жарқын оқи ғой. Көктемде түскен бір дан күзге 1000 дан болады. Жақсы. Кім талдап жібереді? Кәне, мағынасын кім талдайды? Көктемде бір данды ексең, күзде 1000 дан болып, оны жинаймыз. Өте жақсы. Енді балалар, жаңа сабағымызды біз үн таспадан тыңдап көрейік. 30-шы сабақ. Міржақып Дулатов. Күз.
Міне, күз де келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп, жаңбыр да жауып тұр. Маса, шыбын, құрт-құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көктен көрінбеді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинамалыпты. Балалар, біз мәтінді үн таспадан тыңдадық. Яғни бізге мәнерлеп, әдемілеп, әуезді ғып оқып берді. Енді осы мәтінімізді балалар біз топтық тапсырма ретінде орындаймыз. Сіздерге қазір мен формат беремін. Осы мәтінді біз енді сурет ретінде жеткізіп көрейікші. Алдыларыңызда мәтіннің тақырыбы жатыр, мазмұны. Соны оқи отырып, әр топ өзі мына форматқа сурет ретінде түсіріп көрсін. Ал, бастаймыз. Кім бітірді балалар? Қол көтереміз. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал, екінші топ болып қойды, жылдамырақ. Бірінші болған топ. Екінші топ бірінші болған, келе ғой. Аяулым, келе ғой. Тобың жұмысын қорғай ғой. Тақырыбы күз байлығы. Күзде жемістердің барлығы пісіп, сондықтан мен күз байлығын қойдым. Яғни топ болып, не істеді? Күз байлығы деп тақырып қойбыз. Өте жақсы, қошемет. Отыра ғой. Ал, бірінші топтың жұмысын іліп қойдық. Екінші топ, Таңшолпан, кел, қорғай ғой. Біз бұл суретке алтын күз деген тақырып қойдық. Себебі күз мезгілінде жаңбыр көп жауады. Мына бұл тақтарды салып ұратып суретін салдық. Себебі жел де көп болады. Жаңбыр жауып болғаннан кейін кемпір қосақ шығады. Жел алтын түске, сары кілемге оралады. Жапырақтарды әртүрлі түсті болады. Жасыл түсті, сары түсті болып қояды. Өте жақсы, қошемет. Отыра ғой. Біздің суреттің тақырыбы құстар қайтып барады. Өйткені бұяқта құстар жылжыға ұшып бара жатыр. Өте жақсы, қошемет. Балалар, бүгінгі қорытынды сабақ ретінде сендерге, яғни сабағымызды қорытындылаймыз. Әркім өзінің осы сабақтан алған әсерлерін мына стикерге жазып, біздің мына кері байланысымызға әкеліп ілесіздер. Жақсы ма? Ал, әркім өзінің сабақтан алған әсерін стикерді бір-бірден алып жаза беріңіздер. Қосымша мәлімет тағы білгім келеді десе, себетке жапсырамыз. Енді балалар, бұл біздің кері байланысымыз. Енді топтар, қарама-қарсы топтар бір-бірін бағалап жіберейікші. Қане? Қыркүйек тобы, қазан тобын бағалаңыздар. Жақсы, отыра ғой. Келесі топ, қазан тобын бағасы. Келесі топ, үшінші топ, қыркүйек тобын бағалаймыз. Өте жақсы, отыра қойыңдар. Балалар, бүгінгі сіздердің сабаққа қатысқандарыңыз маған өте ұнады. Сіздерге рахмет. Балалар, біз бір-бірімізді топ болып бағаладық, Енді өз-өзімізге қошемет көрсетіп қойықшы.